Ишгалжилернің Ахмеджетеки сульх махкемесі Бекир Мамутқа қаршы башлатылған меморидаваны бақы башлады. Меджлис азасы Вехырым газетасының баш муарераны сөз сүрбеслігіні суистимал етіп, Бірлешкен Милетлерінің баш кетебінің марузасыны газетада бастырғаны үшін қабатлайлар. Шу марузада Меджлис аналайды. Қырым татар халқының темсілже органыны Ишгалжилер 2016 сенесі экстремистик оларақ танып, ясақ етті. Қапалы махкеме топлашуында Ишгалжилер махкемесі Бекир Мамуттан оның позициясыны огреніп, апрелінің 20-не қадар тенефе салған. Чүнки Роспотребнадзор тарафындан темсилже келмеген. Оз денінің огренілмесі жинайет дегіл. Бұны терроризмде қабатланған Исмет Ибрагимов Русияның Женюби Арби махкемесінде айтты. Оны Ишгалжилерінің уйдурма қабаты ачувлаты. Санки дерсін о борозы Русия кемиетіні күчнен запт етмей ұнтылуыны япқан. Ибрагимовның сөзлеріне көре, экстремизм ве терроризмге үч бір аляқасы yok. Тек ислам денінің огренейді. Он сказал, что религия ислам не приветствует и полностью отторгает какие-либо террористические, экстремистские действия, какие-то насильственные действия в отношении людей, граждан, не имеет значения против кого, не в зависимости от религии или вероисповедания или национальности. Обвинительное заключение – это очередное шаблонное уголовное дело. Следствие, по сути, даже не напрягается, штампует эти уголовные дела. Русия ордосында хызмет етмеге истемегені үшін чықарылған үкімлерінің сайысы артқан. Бұны Қырым Ахур Чалайджи группаның талилжилері қайт етті. Март айы девамында ярым адада еді үкім чықарылған. Да бір ел евелсі Ишгалжилер махкемелері айда 3-4 боле дава бақайды. Шымды есе айда en аз 10 дава бақылмақта. Коронавирус сынырланувларындан себеп хызмет етмеге истемеген генчлер Ишгал етілген Қырымдан чықып оламай бөле дейлер. Оларны есе военкомат хадимлері келіп тест тапа. Ишгалжилердің қануларына көре, екінші сефер генч желіпнаме алған сон военкоматқа келмесе, жинайы дава башлатыла. Бүгінгі күнге 186 дава бақылғаны ақанда малумат бар. Генчлерге 5-80 бин рублеге қадар пара жазалары белгіленген. Да, 15 дава бақылмақта. Как призыв, так и уголовное преследование жителей Крыма за уклонение от службы является составной военного преступления и, соответственно, попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Лица, которые проводят призыв, которые, верхушка как минимум попадает под то, что их в дальнейшем, я надеюсь, привлекут все-таки на скамью подсудимых в Гааге, а все остальные участники попадают под действия наших украинских правоохранительных органов, которые рассматривают это как, опять же, нарушение метода ведения войны. И в данном случае под это может попасть лица, которые непосредственно принимают участие. Это члены комиссии, военные комиссары на местах, лица, судьи, которые выносят решения, опять же, они могут попасть под эту статью, но это с точки зрения Украины. Кремльнің қоқласы Украинаға кенеде қорқузувлар сеслендіре. Бұ сефер Қырымның Ишгалжилер парламентінің рейсі Владимир Константинов Ишгал етілген ярым аданың суф ве энергетика мачавы үшін месулетлі олғанларына жезаламаға айшандырды. Суф электрика берілмесі, мал ташылмасы ве демир yol әрекеті тоқтатылғанына Украина тарафындан Қырымға низбеттен тежавуз деп адландырды. Кеченлері Константинов суф хамачевында Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсі Рифат Чубаров ве сила права әрекетінің лидері Андрей Сенченконы қабатлады. 2014 сенесі су берілуі тоқтатылғанына вақыт о президент офисінде чалышайды. Сөзде спикер 1,5 триллион рубле зарар сайған. О Ишгалжилер махкемесіне шекеет бермеге ишандырды. Халқара қануларға көре Ишгал етілген территорияларда олған әршеге Ишгалжилер девлет месулетледір. Қырым татар ве украинлерінің медени ақлары бозылмасы, инсанларының дени бақышлары үшін тақып ве медени мирас йоқ етілмесі. ЮНЕСКО азалары олған девлет темсежілері Ишгал алтында олған Қырымдаки вазиетні музакере етті. Украина тышышлері назерінің бірінші муавені Эмине Джипар инсанларының сөз сербеслігі ақы сынырланғаны, мұстақыл медиалар қапаталғаны, журналистлер тақып етілгені ве Ишгалжилер акимиеті медени мирасны веран еткені ақында тариф етті. ЮНЕСКО азаларыны Қырым платформасына қошылмаға чағырды. Азалар есе умуми биянат қабыл етті.
Заява засуджує системну репресивну політику Російської Федерації проти свободи ЗМІ, переслідування журналістів, обмеження доступу до релігійних установ та мілітаризацію освітніх, наукових та культурних закладів. Делегації висловлюють стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей. Держави-члени ЮНЕСКО також закликали Російську Федерацію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію Криму. Френкенстанда бала бақчалары ve мектеплеріні қапаталар. Сәкенлерінің соқақлар бойы үйрушыны да сынырылайжақлар. Мемлекетте 4 апталық локдаун илан етілді. Президент Эммануэль Макрон қайт еткеніне көре, эвел көрсетілген тедбірлер бекленілген нәтижеге кетірмеді. Чүнки вирусның Британия штамы илерілеп башланған. Френкенстанда 100 бинге яқын инсан COVID-19 құрбаны олды. Вакцинация есе бекленілгеніне көре баяғы яваш өткерілі. Макронның сөзлеріне көре ашыламаның ilk дозасыны Френкенстан сәкенлерінің тек 100-12 алып етіштірген. Вірус заразніший і смертоносніший. У реанімаційних відділеннях знаходяться люди віком 60-50 років і навіть молодші. Не забувайте, 44% пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії – це люди молодші 65 років. Италияда эпсы икимлерні коронавирусқа ашылама яптырмаға мечбур етілер. Аксы алда іштен бошатмаға ишандыралар. Боле қарарны акимиет қабыл еткен. Башназир Марио Драга қат еткеніне көре ашыламадан кечмеген истемеген икимлер хасталанып, дигер инсанларны зерлеген бір чоқ вақалар қайт етілген. Акимиет қабыл еткен весиқа вакцинаны инелеген икимлерні қорчалай. Қайделерия етілгеніне біле бақмадан, ашылама алған инсанда ағырлашма башланса, экимлер месулиетке желп етілмейджек. Полонияда кечкен күндевамында 653 инсан коронавирус құрбаны олды. Пандемия башлағаныдан берлі бұ ең yüksek көстергіч. Бұнен бері 33 бин яны коронавирус хастасы белгіленген. Мемлекетінің сағлық системасы хасталарының сайысы артқанындан себеп, әркеске тебе ярдым беріп етіштірмей. Базы регионларда ақ жігерлері суни аваландырма аппаратлары етішмей. Полонияда 38 миллион инсан яшамақта. Тахминен 2 миллион лех вакцинанын 2 дозасыны да алып етіштірген. Служби порятунку та швидкої допомоги не тільки в Сосновіці та й усій Польщі у цей важкий час не справляються. Ми робимо все можливе, але не все здійснювано. Бүйік Британия ось вакцинасынен бұтын үйкен әліні ашылаған сон бөліше біле. Мемлекетте 30 миллион инсан коронавирусқа қаршы вакцинанын бірінші дозасыны алып етіштірген. Бұ үйкен әлінің ярысыдыр. Лондрада кечкен күндевамында бір коронавирус құрбаны қайт етілмеген. Британияның бизнес-назері Квази Кварта қайт еткеніне көре, олар Авропа мемлекетлерінен де бірлік япып, оларның әлісіні де вакцинанен темін етмек үшін чалышалар. Ишғажилер Украин мудафаджаларының 5 позициясыны уджум еткен. Азақ денізі ялысында олған Пески ве Водена живарында олған позициялар бұйы калибрлы құршун атыжы ве атыжы селядан атешке тұтылған. Жебенің дегер қысмында есе танқа қаршы граната атыжы тертибатлары қоланылған. Украин арбейлері арасында ғайып олғанлар йоқ. Оз штабында білдіргіне көре душман күчлері уч тарафлама контакт группа отырышы кечірілген сон жебеде провокациялар япқан. Анда есе Русия темсежілері атеш кес режимі рияет етілмесінден вазгечкен. Украина сехбаратының малыматына көре Русия Украинаға қаршы күтлеви провокациялар азырламақта. Дипломатларыны да халқара аренада япаджа харекетлеріні анлатмақ үшін азырлай екенлер. Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. Так, 31 березня передовими підрозділами Збройних сил України зафіксовано виконання інженерних робіт збройними формуваннями Російської Федерації і створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці Калинівки, що на тимчасово окупованій території Донецької області.